Қызым, мен саған бір нәрсе айтайын деп едім. Айта беріңіз, анашым. Енді мен осы үйді сатып алдым екеумізге арнайы. Бұл жерде және қызметшіміз болады. Осы үйді ма? Иә. Сатып алуымның себебі сен ол жерде жаман адамдармен бірге тұрмайсың. Осы жерде тұрасың. Жарайды. Бұл жерде жаңа өмір бастаймыз. Жарайды, анашым. Және мен саған үйді көрсете салайын. Жүр. Мына бөлме, менің бөлмем. Мына бөлме ванна. Мына бөлме кәдімгі гостиная деймін, сондай. Мына бөлме кухня. Мына бөлме сенің бөлмең. Ұнады ма? Иә, ұнады, анашым. Қашан алдыңыз? Осы 1-2 күн бұрын. Керемет екен. Жарайды, енді қазір мен заттар алып келсін деймін. Сен осы жерде тұра бер. Мәссаған, қандай керемет үй. Өте керемет екен. Қызым, онымен қоса мен жаңа қызметшілер алдым. Және қазір заттарымызды алып келді. Қандай қызметшілер? Қане кіріңдер. Сәлеметсіз ба, ханым? Сәлеметсіз ба? Мына қызметші біздің охранникіміз болады. Мына қыз ол біздің кухнямызда тамақ істейтін, үй жинайтын сондай қызметші. Жарайды. Барып енді тамақ істеңдер. Менің қызым қарны ашты. Жарайды, ханым. Сен бір охрана ететін неғып тұрсың? Қызым, сен үйде қал, мен барып жұмысыма кеттім. Білесің ғой, мен магазин бар екен. Жарайды, анашым. Жақсы, давай. Сәлем. Сәлем. Қандай тамақ жегіңіз келеді? Мен білмеймін. Қарным қатты ашып тұр, кез келген тамақ істеп беріңізші. Жарайды, бірақ қазір продукт алып келген жоқ. Қашан алып келеді? 3-4 минуттан кейін алып келеді. Кішкене күтіңіз. Жарайды. Торт пен вафли пісіріп берсем болатын шығар? Иә, әрине болады. Отбасыңыз жайлы айтып беріңізші. Жасым 23-те, ал отбасым жайлы айтатын болсам? Иә, айта беріңіз. Отбасымда мен және анам және де сіңлім бар. Күшті. Отбасымда асырау үшін мен жұмыс істеп жүрмін. Енді қызметші болып жұмыс істеп жүрмін ғой. Саған рахат. Неге? Енді сен анаң бай, не ішіп, не жемейм демейсің. Иә, жақсы ғой, бірақ бәрі ақша үшін дос болады, нормальный дос таба алмаймын. Иә, болып тұрады. Егер қаласам мен сенімен дос бола аламын. Ақшаңа қызықпаймын, жақсы дос болады деп ойлаймыз. Иә, бірақ мені көбісі сөйтіп алдаған. Уже адамдарға сенбеймін. Ма сенбе деп айтқан. Түсінемін, бірақ та мен алдап тұрған жоқпын. Қалай доказать етесің? Алдамай тұрғанында. Менің өзім досым жоқ. Ой, иә, досым жоқ. Жарайды, оны дос болайық. Жарайды. Міне сенің продуктың. Рахмет. Ендеше мен кеттім, тамақ істейін. Сен сонда тамақты қайдан үйрендің? Әжем үйреткен. Яғни анам бізді асырау үшін жұмысқа кететін. Ал мен болсам, әжем және де сіңлім үшеуміз үйде қалғанда әжемнен тамақ істеуді үйренген болатынмын. Мәссаған, күшті. Маған ақша берейін ба? Жоға, керек емес, өзімнің айлығым жетеді. Ниетіңе рахмет. Қандай тамақ жейсің? Мен білмеймін. Бірінші ингредиенттер шығарып алайын. Қандай тамақ жеңіз кеп тұр. Любой тамақ жасаңызшы. Бір керемет дәмді тамақ жасаңыз болды. Жарайды. Сен сонда тістарсыз тамақ жасайсың ба? Жоға, қазір тістарды алып келеді ғой. Пока что орнына қойын деген ғой. Жарайды, Алина, мен онда бөлмеме кеттім. Қатты жұмыс кетті. Не істесем екен? Алинаның да уақыты жоқ. Может, көшеге шығармын? Бірақ болмайды ғой, мамам ұрсады. Кеш болды, мамам әлі келген жоқ. Ой, уже кеш болып кетіпті ғой. Қош келдіңіз, ханым. Қош көрдік. Ой, қызым, не істеп жатсың?
О, анашым, келдіңіз әйтеуір. Не істеп жатсың? Сағындың ба мені уже? Иә, ішім ысып кетті өте қатты. Планшет көріп жатқам ғой. Жарайды, менің қарным ашып кетті, тез тамақ ішейін. Ханым, келіңіздер, шай ішіңіздер. Ал жүр, шай ішейік. Ханым, шай ішесіз бе, кофе ішесіз бе? Кофе ішем. Сіз ше? Мен шай ішем. Жарайды. Қызым, көшедегілермен таныстың ба? Жоқ, бүгін көшеге шықпадым. Неге шықпадың? Мен сізді ұрсады деп ойладым ғой. Мейлі. Көресің ғой. Анашым, мен Алинамен дос болып алдым. Алина деген кім? Қызметші қызшы. Сен соның досың ба? Неге, басқа қыз құрып қалды ма не? Мама, сіз айтасыз ғой, енді не істемеймін деп, араласпаймын деп. Жарайды онда, өзің білесің ғой. Енді оны көре жатармыз қандай қыз екенін. Сонда қарсысыз ба? Жоқ, көреміз деймін. Тортты өзің пісірдің ба? Иә, әрине. Жақсы шыққан сияқты. Дәмін көрейік. Дәмді екен. Жарайсың. Иә, ол жақсы пісіреді екен. Ол үйінде жалғыз қыз емес, яғни анасы ғана бар, папасы қайтыс болып кетіпті. Ал оның тағы сіңлісі бар, соларды асырау үшін осы бізде жұмыс істейді екен. Солай ма? Жақсы қыз сияқтысың ғой. Дос болуыңа рұқсат етем. Рахмет, анашым. Шайыңды ішіп болсаң, барып жата бер қазір. Кеш болып қалады әйтпесе. Керемет жасарсың, маған ұнады. Қолың дерт көрмесін. Молодец, Алина. Жақсы қыз екенсің ғой. Не болды? Жақсы емеспін ба не? Жоға. Просто торт өте жақсы шығапты, жарайсың деп айтқан мамам. Иә, естідім. Қызым, үйін алған шығар, иә? Ұнады? Енді барып жатып ұйықта. Жарайды. Қайырлы таң, қызым.